өте тез әрі өте дәмді тағамды бірге дайындайық. Бізге керек болады картоптар және тартылған ет және туралған пияздар, жұқа қылып тұрамыз, тұз және майонез. Бұл біздің табамызды майлап аламыз. Майлағанда да жан-жақтарын әдемілеп майлаңыздар, жабысып қалмасын. Картоптарды дәл видеодағыдай етіп қылап шығамыз. Картоптарыңызды қатты қалың қылмаңыздар, жұқа қылып турағандарыңыз жақсы, себебі ол піспей қалуы мүмкін. Қатты қалың қылып турасаңыздар. Картоптың ішінен кішкене ғана тұз себеміз. Тұзды ұмытып кетпеңіздер. Әр сойдан кейін тұз. Міндетті түрде. Тұздардың үстінен майонез жағамыз, әдемілеп майонезді. Қатты көп емес, қатты аз емес. Оны кисточкамен дәл видеодағыдай етіп барлық жеріне тигізіп жағамыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Етті тұздап болғаннан соң оны картоптың үстінен барлығын бірдей көлемде жайғастырып қоямыз. Тартылған еттің үстінен майонез жағамыз. Оны да барлық жеріне тигізіп майонезді жағып шығамыз. Майонездің үстінен пиязды жұқа етіп турағандарыңыз жақсы, себебі қатты дәу болса ол жегенде де жағымсыз болады. Жұқа етіп тураймыз, соның барлығына жеткізіп салып шығамыз. Картоптарды да қайттан бірдей қылып қойып шығамыз. Духовкада зат піскенше сырымызды теркадан өткізіп дайындаймыз. Картоптары піскен кезінде теркадан өткізілген сырды бетіне бірдей қылып сеуіп, қайтадан 5 минутқа отқа қоямыз. Біздің французша етіміз дайын, дайындауға кеңес беремін сіздерге.